Осы 30 жылдан астам еңбек жолымда оқушының бойына, әр баланың бойына адалдықты, шыншылдықты, қайырымдылықты, туған жерге деген сүйіспеншілікті, жауапкершілікті бойына сіңірумен келемін. Бұл менің басты бағытым, ұстанымым. Сабағымда әр баланы оқушылардың сыни ойлауына, олардың тарихи санасыменен, тарихи танымының қалыптасуына жұмыс жасаймын. Менің жүрегімдегі мектептің негізгі бағыты оқушыны ізденімпаздыққа, мектепте алынған білімді тәжірибеде пайдалана білетін құзыреттілікке басымдық. Оның бір айғағы ұлттық руханиятымыздағы сирек құбылыс, қазақ мифологиясына өлшеусіз үлес қосқан жерлесіміз Серікбол Қондыбайдың шығармаларына негізделіп жасалынған мектеп музейі. Оқушылардың танымдық қабілетін арттыруға, елжандылыққа тәрбиелеуде осы мектеп музейінің рөлі басым болып отыр. Заман талабына сай жұмыс жасап жатқан менің жүрегімдегі мектеп биылғы оқу жылында еліміз бойынша ең үздік ауыл мектебі деген мәртебелі атқа лайық деп танылды. Үздік олимпиадалық мектептердің қатарынан көрінді. Мектебінің осындай мәртебелі абыройға ие болуын жылдар бойы үздіксіз, жүйелі түрде жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп білемін. Олай болса, осындай жұмыстардың қатарында жыл сайын олимпиада жүлдегерлерін дайындап, мен де өзіндік үлесімді мектебінің дамуына өз үлесімді қосып келе жатырмын деп есептеймін. Осындай еңбектің тәтті бақытын сезіндірген менің жүрегімдегі мектеп мәңгі расында да жүректе қалады.